Қызылорда облысы Шиелі ауданында мынау студенттерге мына стипендия жөнінде айтайын деп отырмын. Мынау студенттерге мына стипендияны бермейтін болсаңыздар, 1 балл кем, жарты балл кем деп, онда Қазақстан бойынша стипендия деген нәрсені алып тастасаңыздар, мынау Саясат Нұрбек деген жоғары оқу министріне айтатын. Стипендия деп бір жаңағыдай қысса, ойбай балың жетпей қалды деп, одан ойбай экзамға қатыспады десе 300 мың бер, 1 миллион бер, 2 миллион бер деп шықса, сонда мынау сіздерге наоборот халық стипендия болып отыр ғой. Мынау не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Мынау институттар, университеттер, колледжлерде мынау жаңағы біресе мына айда стипендия алады, екінші айда алмайды, үшінші ай алады, төртінші ай алмайды, бесінші ай алады, алтыншы ай алмайды. Міне. Оны жаңағы светомузыкаға қанша, одан да, в общем, Қазақстан бойынша мына студенттерге стипендияны жоя салсаңыздаршы, мынау жарты балың жетпеді, 1 балың жетпеді деп, ата-ананың қалтасына салмақ түсіріп, міне, қинағанша ата-ананы, мынау жетіспеушілік, қымбатшылық болып жатқан заманда. Лучше сіздер оны жаңағы итке сүйек лақтырғандай қанша, сіздер оны жаба салыңыздар ол стипендияны. Стипендия деген ұғымды, Саясат Нұрбектің назарына. Мынау, онсыз да біз қатты қиналып жүрміз. Мынау стипендия бар, стипендия жоқ, стипендия бар, стипендия жоқ. Міне. Оңсыз программаларда қиындап кеткен дейді қазір. Біресе стипендия береді, біресе бермейді. Міне. Сосын ата-ананың қалтасына салмақ түседі. Оны айтсаң, өзі оқымаған, өзі экзамға қатыспаған, өзі ғой, ата-ана ғой кінәлі, өзі ғой, міне, осылай. Декандары да, мынау кураторлар да. Өзі ғой болса, өздері де сол декан, куратор болып туылған жоқ. Бәрі бала болды, бәріміз бала болдық. Қателік жасадық. Жасаған жоқ емеспіз, жасадық. Бірақ соны реттеп, соны баланы тәрбиелеп, оқытып, білмеген жерін үйретуге болады ғой. Өзі ғой. Бір старосталарды қойып қояды. Өзі ғой. Өзі ғой болса, онда куратор менен деканның қажеті жоқ онда. Өзі болып жүре берсін онда студенттер, өзімен өзі. Мынау стипендияны алуды жеңілдетуді сұраймын мен. Мынау Саясат Нұрбек деген жоғары оқу министрінің назарына стипендияны алуды жеңілдету. 1 балың жетпей қалды, жарты балың жетпей қалды деп. Стипендия жоқ, стипендия бар. Институттарда, колледжлерде, университеттерде тексеру жұмысын жүргізуді сұраймын осы мәселе бойынша.